Мұнай асыл кен көзі болғандықтан, оны сапалы өндіріп, үнемдеп ел игілігіне жарату бүгінгі басты мақсаттың бірі. Қарапынды ысырап етпей, халық қажетіне жарата білсек, жер байлығының өз несібеміз болғаны. Бүгінде мұнай өнімділігін арттыру міндетімен уақыт талабына сай еңбек етіп жатқан ұжымдардың бірі жауапкершілігі шектеулі мұнай-хим сервис мекемесі. Шыңырауларды химиялық органикалық ерітінділермен өңдейтін серіктестіктің арнаулы өз жоспары бар. Химиктердің төл мерекесі қарсаңында мекеме басшысы Көмекбай Жаңбырбаевпен болған сұхбат ұжымның бүгінгі тыныс-тіршілігі туралы болды. Көмекбай Женеұлы, өзіңіз басшылық етіп отырған жауапкершілігі шектеулі мұнай-хим сервис серіктестігінің атқаратын қызметі қандай бағытта жұмыс істейді? Енді мынау мұнай-хим сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1998 жылы өзен дайындау және айдау басқармасынан бөлініп өз атынан жекеменшік мекеме болып шықты. Енді бұл мақсаттың қызметі негізінен геолого-техникалық бағдарлама бойынша өзен ашық акциялық қоғамының бағдарлама бойынша скважиналарды әртүрлі ерітінділермен өңдеу болып табылады. Одан да басқа скважиналарда парафиннен тұздан қорғау, құбырларды, мұнай дейтін құбырлардың қысымын азайту және де соңғы әзірленді пайдаланып жүрген еріткіштеріміздің түрі мынау тотықтандыруға қарсы құбырлар тотықтың абордерлерді дейміз енді агрегаттарды тотықтырудан қорғау, тұздан қорғау болып саналады. Басқа да енді қазіргі осы өзен мұнай-хим сервисінде қызмет жасайтын 2 шақты адам бар. Құрамында 2 участогі бар өзен мұнай-хим сервисінің. Біріншісі мынау скважиналарды әртүрлі ерітінділермен айдау болып табылса, екіншісі абордерлерді, құрал жабдықтарды, құрал саймандарды әртүрлі тотықтандырудан парафиннен қорғауы ексек болады. Осы салада еңбек ететін адамдардың негізгі жұмысы химикатпен жұмыс істейді. Сондықтан да осы орайда мынандай сауал қойғым келіп отыр, оларға көрсетіліп отырған жеңілдіктер бар ма? Енді химиямен жұмыс жасағасында ол енді зиянды болып саналады. Кислотамен жұмыс жасаймыз, басқа да ерітінділермен жұмыс жасаймыз. Оның бәрі зиянды, адам өміріне қауіпті. Сондықтан бұл кісілерге көрсетіп отырған жеңілдік жалақыдан басқа 12%-ке дейін 12% құрайтын жалақы 12%-ке қосып төлейміз. Вредность дейді, зиянды. Сағасын ай сайын енді сүт мәселесі бөлініп отырады, сүт мәселесі осы кісілерге. Басқа да енді сұраған көмегін әйтеуір беріп тұрамыз. Кейбір кісілер мысалы Сарыағашқа путевка сұрап отыр, Алматыға путевка сұрайды, соның бәрін қолдан келгенше Қазақ өзен арсенді бергенін сол кісілерге таратып береміз, қолымыздан келгенін. Осында істеп отырған нелеріміз бар, жаңағы зиянды нелерге адамдарға көмегіміз. Кейде материалдық ақша көп болса материалдық көмек көрсетеміз, ақшалай. Арнаулы техникалық құрал жабдықтар шикізаттарға қайдаласыздар, жеткілікті ме? Бүгінде біздің енді жоспарымыз белгіленген 2000 жылға берген жоспарымыз 4000 скважина әртүрлі ерітінділермен өңдеу, 940 скважинаны жаңағы парафиннен, тұздан басқадан сақтау. Осы Қазақ ұлттық компаниясы біз осындай жоспар берді 2000 жыл. Енді мынау 1-тоқсанда көптеген ерітінділердің фемергенттер дейміз, келмеуіне байланысты тек қана өзіміздің газ өңдейтін зауыттан шығатын еріткіштер арқылы жұмыс жасадық. Қазір осы 1-тоқсанның аяғында, наурыз айында Қазақ ұлттық компаниясы барлық ерітінділерді, барлық реагенттерді түгелдеп берді. Енді осы қызметтен жұмыс жасап жатырмыз. 1-тоқсандағы жоспарымыз 1200 скважина болатын болса,
Оны 1300-ге дейін орындадық. Арнаулы жұмыс жоспарларыңыз бар ма, болса қандай? Арнаулы жұмыс жоспарларымыз енді 2000 жылы Қазавойдан жоспарланған 4000 жуық скважинаның әртүрлі ерітінділерін өңдеу, 794 скважинаны әртүрлі еріткіштердің органикалық еріткіштерін өңдеу болып саналады. Осы 1-тоқсанда біздің әртүрлі ерітіндінің келмеуіне байланысты, уақытында Қазавойдан алып бермеуіне байланысты біз тек қана жергілікті газ өңдейтін заводтың еріткіштері, газобензин дейміз, сонымен ғана өңдедік. Оның жоспарымыз 1-тоқсанда 1203 скважина болатын болса, біз оны 1306 скважина дейін артымен орындадық. Ол енді 116% құрайды жоспардан. Енді наурыздың аяғында, 1-тоқсан аяғында Қазавой ұлттық мұнай компаниясы біздің керек элементтеріміздің, керек еріткіштеріміздің бәрін түгелдей алып берді. Осы сәуір айында біз өзіміздің жоспарымызды толық орындадық, еріткіштермен әртүрлі өңдеумен. Енді басқа да қалай болады? Енді бұл айтқанда біз әр екі салада жұмыс жасаймыз. Біріншісі скважиналардан ескірген скважиналарды, май бермей тұрған скважиналарды әртүрлі еріткіштермен өңдейміз. Ол енді газобензин, ВУС деген еріткіштермен. Оның құрамында әртүрлі органикалық еріткіштер бар. Ал екінші саламыз құрал-жабдықтарды әртүрлі парафиннен, тұздан, тотығудан қорғау болып саналады. Және де май тасыватқан құбырлардың қысымын азайту. Оғанда біздер жаңа диссолван деген регентті Германиядан келетін регенттіайлаймыз. Еңбек саласы болмасын, өзінде арнаулы мамандар жеткілікті болған жағдайда сол еңбектің өнімділігі де жоғары болады. Осы орайда сізге мынандай сауал, жалпы осы салада өздеріңіздің маман кадрлар жағынан проблемалар бар ма, және басқа да қандай түйткілді бір проблемаларыңыз бар? Енді шынын айту керек, менің өзімнің мамандығым инженер-механик. Бүгінгі таңда март айынан бастап, наурыз айынан бастап жұмысқа келдім. Осында директор болып химияландыру мұнай химсерімізге. Енді мұндағы мамандарды мен жаңадан танысып білісіп жатырмын. Бұдан көптен бері істеп жатқан азамат жігіттер бар, химияландырған. Осы мекеме кезінде химсер болып құралған. Одан кейін управление болды, кейін басқа управление қосып цех болды. Қайтадан жаңа алдында айтып өттім, бөлімші өз алдына жеке мекеме болып саналып жатыр. Енді мамандарды мен атап өтуім болады. Жақсы білетін химия технолог Тасир Тау деген азаматтар көптен бері қызмет жасайды. Құлсарин Есқосын деген цех бастығы, ол кісі көптен бері осы қызмет жасайды. Қалғандар енді жаңадан келген осы өзеннің кадрлары, өзеннің мамандары, біздің колледжде бітірген техникумның келешегі бар азаматтар, үйренеді деп өзім сенемін. Мамандарымыз енді аздап енді үйренуге тартынамыз ғой бәрімізде. Басқа маман енді химия жөнінде маманымыз әзір жоқ, бірақ штатымыз жоқ. Енді осы алға салып жұмысымыз жақсы болып кетсе, тағы да штат кестесінде сұрайтын шығармыз деп ойлаймыз химия мамандығын. Жаңа бастап жатқан бастамаңызда алдағы келе жатқан төңірегіңізде құтты болсын, еңбектеріңіз табыс болсын. Біз әрқашанда соған тілектеспіз. Енді өзіңіздің әріптестеріңізге мерекелік лебізіңізді білдірсеңіз. Енді өзімнің атымнан ұжымыма, коллективіме төл мерекелеріңіз құтты болсын деймін. Енді кешіресіңіз, біздер енді мұнайшы деп есептейтін өзімізді. Бүгін енді химияға айналысып, химиямен айналысатын болсын, бәрі химиямен айналысатын болсын, химиктер дейміз ғой. Төл мерекеңіз құтты болсын деймін. Екіншіден енді қаладағы өзім қаласында істейтін, осы салада жұмыс қызмет жасайтын қызметкерлеріміз анау лаборатория бар, тағы да мұғалімдер бар, оқытушылар бар, химия пәнінен білетін, басқа да химиктер, осылардың бәріне де бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын. Семейлеріне бақыт, еңбектері алды, бала шағаның қызығын көрсін деймін.
Көмекбай Шенеуніңнің әңгіме сұхбатынан соң мұнай химсервис серіктестігімен қоян-қолтық жұмыс істейтін лабораторияда болдық. Нақтырақ айтсақ, мұнай өнімдерін арттыруға ыңғайлы тиімді тәсілдердің бірі химиялық зерттеухана, яғни лаборатория екен. Бұрын снайпердің құрамында болып, бүгінде инженер-техникалық орталыққа кіретін химиялық зерттеухананың жұмысы жүйесі жақсы жолға қойылған дейді әңгіме ретінде меңгеруші Шолпан Махамбетова. Ұжымда негізінен алғанда 2 инженер-химик, 10 лаборант жұмыс істейді. Әдеттегідей мұнай кәсіпшіліктеріне сынама келінген соң арнайы тексеруден өткізіліп, нәтижесі кейін қайтарылады. Сондай-ақ өрт қауіпсіздігін сақтауда барлық мүмкіншілік қарастырылған. Өрт сөндіру мекемесінен арнайы бекітілген мамандар жиі келіп тексеріп тұрады. Өзімізде жылына 2 рет осы мәселе тұрғысынан сынақ өткіземіз. Қажетті техникалық құрал-жабдықтар мен инженерлік-техникалық орталық қамтамасыз етеді. Лаборатория негізгі жұмыс туралы сұрағанымызда инженер-химик Мырзағали Елбаев былай деп түсінік берді. Біздің лабораторияның негізгі жұмысы мұнайдың өнімділігін арттыруға көмектесу. Атап айтқанда, бізде мұнайдың шығады, сосын мұнаймен бірге суды қосылып шығады. Біз сол судың құрамындағы тұздарды анықтаймыз. Сосын оларды топқа бөлеміз, жіктейміз. Сосын біз мұнайдың өзінде анықтаймыз құрамындағы тұздардың механикалық қоспалардың үлесін. Оны да біз жіктеп таңдап отырамыз. Сонда біздің негізгі бағытымыз сол мұнайдың параметрін беріп отыру. Атап айтқанда, күкіртсутекті көбеюі, ол келеңсіз жағдайда әкеліп соғады, біз соны алдын ала біз беріп тұруымыз керек. Қай ұңғыда, мысалы, күкіртсутектің үлесі қанша? Ол өсіп келе жатыр ма, немесе ол азайып келе жатыр ма? Біз уақытында дәл беріп отыруымыз керек. Екінші, тұздану. Мысалы, әр ұңғының мұнаймен қосылып шығатын судың, мысалы, тұзданулары бар. Біз соны уақытында, біз соны анықтап, мысалы, магний, кальцийдің үлесі, хлордың үлесін, біз дер кезінде оны беріп, картаға сызып, картаға түсіріп, біз соны алдын ала біз бағыт көрсетіп отыруымыз керек. Біздің міндетіміз сол. Сосын кейінгі кездері өте үлкен проблеманың біреуіне айналған ол ұңғылардың парафинденуі. Мысалы, мұнайдың құрамындағы парафиннің көбеюі. Сонымен бірге оның құрамындағы смоланы, асфальтеннің көбеюі. Сонымен бірге ең қиындау бізге мұнай өндіруге қиыншылық көрсететін карбондердің көбеюі мұнайдың құрамында. Біз соны дер кезінде анықтап, картаға түсіріп, өзіміздің инженер-техникалық орталыққа біз беріп отырамыз. Ондағы инженер-техникалық техниктер осы біздің результаттарымызды, көрсеткіштерімізді пайдаланып, оларда дер кезінде картаға сызып, оны мұнайды, әр ұңғыны, әр мұнай кәсіпшілігінің, әр топтық қондырғымен қалай жұмыс істеу керек екенін олар жоспарға түсіреді. Соны біздер мұнай химсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен тығыз жұмыстанамыз біз. Себебі олардың негізгі жұмысы сол мұнай өнімділігін арттыру, атап айтқанда химиялық өнімін арттыру. Біз сол мұнай химсервисге химиялық реагенттердің, атап айтқанда жан-жақты әсері бар эмульсия дайындауға көмектесеміз. Сосын көмірсутекті эмульсия дайындауға көмектесеміз. Сонымен бірге полиакриламид несінен алынған біз тұтқырлығы жақсы ерітінді дайындап береміз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, жерімізде қаралтын көзін ол болғанымен, оны тиімді игеруге сан қилы әдіс керек. Кен орнына қарасты қай мекеме, қай серіктестік болмасын, сапалы мұнай өндіруге қосып жатқан үлесте қомақты, еңбегі зор. Санқабат жер қыртысындағы мұнай көзін кеңірек ашып, қаралтынды молырақ игеруге тырысқан кен орнында озық технологияда, шетелдіктермен тәжірибе алмастыруда, сондай-ақ ескіні жаңарта отырып, байқау секілді сан тәсілдер қолданыла түсуде. Лабораториядан шыққан соң көрген білгенімізді тәжірибемен сабақтастырмақ ниетте жұмыс істеп жатқан екінші мұнай кәсіпшілігіне келдік. Бұл жерде мұнай құбырларына химиялық қоспа айдап жатқан арнаулы машинаның атқарар рөлінің зор екенін аңғардық. Мұнай өнімдерін арттыру бағытында жасалып жатқан тәжірибенің түпкі мақсаты туралы цех бастығы Есбол Құлсарев былай деп түсіндірген еді.
Серіктің атқаратын қызметі себебі бізде мына мұнай жауапкершілігі серіктестікте бір цех. Сол біздің атқарып отырған жұмысымыздың бәрі осы бір цехтың ішінде. Көрсетіп отырған қызметтеріміз тұзға қарсы, парафинге қарсы, одан бері қарата мұнай өнімдерін арттыру, мына скважиндерге көмір мен өңдеу скважиндерді және бұдан басқа біздерде бар ЭКВ эмульсия комплексный воздействие деген, жаңағы УВ деген бар, водоэлеваторный жаңағы эмульсия деген. Одан басқа тағы да біздерде бүгін міне тәжірибе жүргізіп отырмыз. Мына жүргізіп отырған тәжірибемізде мына бір көк несінде құрамында көмірсутегіменен және 700 грамм көмірсутегі, 250 грамм су, 50 грамм несі бар, ненол деген химикаттымыз. Осыны қолданып бүгін қазір осы скважинада тәжірибе жүргізіп отырған тәжірибеміздің арғы мақсаты осы. Мынау енді су скважина. Мынау екінші мұнай газ өңдеу басқармасындағы су скважина, жаңағы ППД дейміз ғой. Пластовое давление дейді, жаңағы пластың қысымын сақтау деген. Сол цехтің осы мынау скважина, су скважина, майытта тілінде. Сол су скважинаға айдау арқылы астында мұнайды ысырып, пластағы, басқа мұнай скважинадағы өнімді арттыруымыз біз қазір жүріп тәжірибеміз. Ал енді бұдан басқа бізде көрсетіп отырған қызметтеріміз мына құбыр, мұнай тасымалдау қоры бар, негізгі құбырлардың қысымын түсіру және тотығудан сақтау. Ол құбырларда қандай ерітінділер жібересіздер? Құрамын кішкене анықтап нақтырақ айтсаңыз. Бұл құбырларға біз қазір өңдеп отырған, айдап отырған неміз ғой, дисалван деген, жаңағы неміс фирмасы, Крюкс фирмасынан шыққан дисалван деген тотығуға және қысым түсіруге қолданып отырғанбыз. Тұзға қарсы дадескейл деген бар, тұзды ертіп, себебі біздің мына құбырларымызда қосылған құбырларда тұз көп, спутниктерде топтық қондырғыларда сол тұздарды ерту үшін қолданып отырғанбыз. Бұдан басқа да 92 топтық қондырғыда қазір парафинге қарсы мына скважина басында айдап отырған бізде УД дейді, установка дозатор электрический деген, сонымен затруднение айдап отырмыз. Ол енді парафин ертуге, скважина өнімін арттыруға парафинді ертіп. Біздің енді өздерің білесіздер ғой, мұнай өзен кен орнының мұнай өте күрделі алу, бұл енді химизациясыз болмайтын өздеріңіз белгілі, бәрі біледі осыны. Сол осында істеп отырған қызметтеріміз біздің. Ол енді қызметті көрсеткенде мына біз атап кететін адамдарымыз да бар, өзіміздің ішімізде Көптен істеп келе жатқан адамдар бар ма? Кімдерді айта едіңіз? Көптен істеп жатқан бізде қазір технолог Қасиет Дау деген бар. Азамат көптен осы 81 жылдан бері осы химизация бұрынғы оқытып болып жатқан істеп жатқан азаматтың біреуі. Алдап жатқан көзге түсіп жатқан жұмысымен, еңбегімен. Одан бері жаңағыдай Ермекбаев Болат деген биологымыз бар, жетекші биологымыз. Ода бір көзге түсіп жүрген өте бір өзінің жұмысына жауапкершілікпен қарайтын азаматтардың біреуі. Осындай азаматтар көп, жас жеткіншек, жаңа деген отырған шеберлеріміз бар. Мысалға Абдрахман Бейсен деген, Қонаев Қуаныш, Өсенов Зорбай деген бар, кеше жақында келген Жалғасбаев Қазбек деген, осы жігіттердің осы еңбектердің арқасымен осындай қызмет көрсетіп, осы жауапкершілік серіктестік өзінің аяғына нық тұр десем, қателеспеспін деп ойлаймын. Мына техникалық қауіпсіздік жағы ылғи қатаң бақылауда ма, жалпы осы жақтағы жұмысты кімдер қадағалап отырады, қалай жүруде, нәтижесі қандай? Енді техника қауіпсіздігін қадағалайтын өзіміз ғой. Мына қазір көріп отырсыздар, міне қазір өңдеп отырғандағы келіп отырған мына техникалар шыңырауға қызмет көрсетіп басқан нөмір 5-ші басқармадан келіп отыр. Енді қазір бұларға енді осы арғы кездерде жаңа техникалар келуі өте жақсарды. Қазір бұл техника қауіпсіздік сақталу жолында қазір жақсарды деп айтуға болады. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар, мына жерде отырған біздің операторлар өздерінің жаңағы машинист агрегатчиктері, мотористері. Бұлардан басқа да біздің 50 метр жаңағы безопасный зона дейді ғой, қауіпсіздік аймағы, одан өте жақын кіруге болмайды пәтерлердің. Осы міне сақтап отырған техникалық қызмет осы. Мұнай өнімділігін арттыруға өздеріңіздің қанша пайыз үлестеріңізді қосып отырсыздар? Өз ойыңызша, өз пікіріңіз? Енді ол мұнай өндіріміне қосып отырған бәлен пайыз деп айтуға болмайды. Жалпы біздің үлесіміз де зор шығар деп ойлаймын, бар шығар деп. Енді қазір есептеп, пайызға есептеп жату енді қиындау болады. Жалпы осы мұнайдың осы жоспарының орындалуы, осы мұнайдың өнімі үшін артылуы, осы бір жағынан мұнай химизируіміз, осы химизацияның да көмегі ғой деп өзімше деп ойлаймын. Одан әрі тұрға құбырларын тотықтанудан тұздан қорғайтын арнаулы ерітінділерді айдайтын цех бөлімшесінің тірлігінен де осы кәсіпшіліктің тағы бір тынысын көргендей болдық. Көргенімізден түйгеніміз ерітінділер қосындыларының сапалығына тәуелді екен. Қорыта айтқанда, қаралтын қазынасын алуда, екшеуде, таразылауда, алып қалған ішінде қайнап жатқан хикматты тірлік көрінді.
айтып кеткендей мына скважина басында барып сізге де бердім ғой, сол айтқан ЭКБ деген осы орында дайындалады міне. Эмульсия комплексное воздействие деген жаңа дайындап жүрген газеттен шеңберлері бар мына тұрған сөйлеп Зурбай деген жігіт. Жалпы бұның енді дайындалу мақсаты, мына айттым ғой, дайындалу мақсаты жер астындағы мұнай өнімін арттыру деген ғой. Оның құрамында түрлі элементтер бар. ЭКБ-нің дайындалу құрамын айтатын болсақ, бұның құрамында су және неғыл деген химрегент бар, көмірсутегі. Сосын БКХ дейді, бикарбонат деген. Осылардың құрамын дайындалудың соның негізімен біз өнімін, пласт өнімін арттырамыз, скважинаның өнімін арттырамыз. Осыны айдау арқылы ЭКБ-ні. Жаңа өз көрдіңдер, жаңа ветеринарный деп кішкенесінде алмады, тәжірибе жүргізіп жаттық қой. Онда осы жерден дайындап жүргенбіз 88 көңілін. Енді ол қазір айдап жатыр, одан кейін оған 88 көп үстіне босайды. Жаңа бос деген қазақшасы тұтқан созылмалы қоспа деген. Ол жөндеудің өзінің дайындалатын жері бар, осы дайындалып сол жерден қазір осы бұйырса гаджеттер алып сол жерде барып байлайды оны. Ол жаңағы айтқан скважинаді сол скважинға айдап, соны мұнайды ығыстырып, мұнай скважинадағы өнімді арттыру. Бұның негізгі мақсаты, тәжірибеміздің мақсаты. Ал ЭКБ, ол енді ЭКБ басталғанда биыл 2000 жылы басталды. Осы химрегенттерге біздің мына қазіргі ашық акционер болған Өзенмұнайгаздың директоры Құрманбаевтың күш салуыменен, Нұрман Жаңғазовтың күш салуыменен, бұл жаңа манада айтып кеттім ғой, өзен кен орны өте күрделі кен орын, химизатсыз өндіру мүмкін емес деп. Соның енді осыны түсініп қазір осы таңда қазір осы 2000 жылдан бастап осы ЭКБ-ны өмені күш салып алға қойып отыр. Бұған дейін енді ол жаңағы химрегенттердің қымбаттылығынан кедергілі болып қалды. Қазір жүріп жатыр жақсы. Бұндай бір жағынан несі де бар. Біз енді орысша эффект дейді ғой, қазақша тиімділігі өте жақсы. Тиімділігінде қарап отырмыз. Бізде өз тексеріп осы мұнай капшылықпен бірігіп тиімділігі өте жақсы. Осы ЭКБ өңдеу және өнімін өңдеудің тиімділігі. Скважиналарын беру өнім арттыруына 20 күн, 15 күн, 10 күнге созылып отыр. Енді осындай біздің недеміз қазір жүргізіп жатқан жұмыстарымыз. Бұдан басқа жаңа айтып өттім, қазір МВП-де мұнай газ өңдеу басқармасында бірінші тұзбенен парафин газ өңдеп жатырмыз. Сосын атап айтқанда манағы УПМ дейміз, үшінші басқарма, ода жаңағы менің бойындағы құбырдың бойында қысым түсіріп жатырмыз. Енді осы жұмыстарымыз біздің жүріп жатқан. Осы жұмыстарына жұмыс жасап жүрген жігіттердің арқасы, жаңа сіз көрдіңіз, жұмыс дайындап жүрген оператор Тарбанов Әбіш деген жігіт көптен бері істеп жатқан, өзі еңбегімен жастарға үлгі болып жатқан ағалардың біреуі. Оның қасында мына шеберіміз Үсенов Зорбай, бұда өзінің жұмысыменен, өзінің сол несімен көзге түсіп жүрген жігіттердің біреулері. Осындай жігіттердің арқасымен қазіргі таңда жұмыстарымыз жақсы нәтижелі болып отыр деп есептеймін. Соны көріп тұр ғой, енді ол қазір қарап отырсақ да. Мұнайдың өнімі арттырып отыр. Кешегі Қазақ президенті Балғынбаевтың айтып кеткен 3 миллион 800 мың осы бір жылға деген бағдарламасы бар. Сол бағдарламаны бізде үлесті қосып, соғанда біз өзіміздің еңбегімізбен үлес қосамыз, соғанда өзіміздің пайдамызды тигіземіз деп есептеймін. Рахмет. Мұнай қазынасын баптай түсіп, ел игілігіне жаратуда өздеріне салмақты міндет жүктеніп, жауапкершілігі шектеулі мұнай хим сервис серіктестігінің бір күнгі тынысы осындай. Өзеннің кен байлығын игеруге өзіндік үлесін қосып, өзін танытып келе жатқан ұжымды төл мерекесімен құттықтап, деннің саулығын, өмірдің байлығын тілейміз.